Баршаңызға сәлем, менің YouTube әлемім. Бүгін орамал этно дүкенінен алған бас киіміммен әдейі ерекше әдіспен тағам дайындайтын боламын. Алдымен табамызға ауылдан келген, нағашы апамнан келген жылқының сүрленген сыбағасын салып жатырмын. Мұздай суды құйып, жақсылап қайнағанша дейін күтеміз. Қайнағаннан кейін көбігін алатын боламыз. Тап-таза етіп көбігін алғаннан кейін, одан кейін қазысын тесіп қоятын боламыз жарылып кетпеу үшін. 3 сағаттай асықпай пісіріп аламыз, кәдімгі ет асқандай етіп. Бұл жолы қамырдың орнына мен мантаваркада осындай картошкасы бар, начинкасында картошкасы бар вареникеларды пісіретін боламын. Ерекше етіп асып көрейінші деп, бүгін еттің қамырының орнына вареники салған болатынмын. Сорпамыздың майлы жерлерін құйып алып, тұздықтың бетіне алып қоямыз. Ал осындай 3 лист вареникеларымды, 2 штук вареники кетті, 3 листке майлап алып салған дұрыс. Пісіріп алатын боламыз. Бар жоғы 10 минутта пісіп болады. Тұздығын дайындаймыз. Жуаны үстіне бұрыш салып, жақсылап мыжып, оның үстіне жаңағы алып қойған тұздықтағы майды сорпаны құйып, тұздығын дайындап қоямыз. Ал етіміз пісіп болды. Етті пісіп болғаннан кейін турап қоямын әрдайым. Өзім қыстың күні 2 күннің бірінде ет ассам да жалықпаймын. Өте дәмді керемет болып шығады. Сүрленген ет маған қатты ұнайды. Қазылар да өте дәмді екен. Ал сізге бешбармақ тағамы ұнай ма? Және де мен әрдайым жаздың күні қияр помидорларды өзім жабамын. Және де қыстай рахаттың көріп, рахаттанып отырып жейміз. Осындай ет асқан кезде және де әрдайым любой тамаққа да жақсы желінеді біздің үйде. Тұздығын табамызға салып, бірінші тұздығын құямыз. Одан кейін мінекей вареникеларымыз 10 минуттың ішінде пісіп дайын болды. Ешқандай жабыспайды. Дара-дара болып табаға түсіп жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Енді келесіде мен осындай вареникемен ет асуды жөн көрдім. Маған қатты ұнап қалды. Үйдегілерге де қатты ұнап қалды. Ертеңіне жылтпа қылып жегенге де өте ыңғайлы екен, әрі тойымды. Еттерімізді үстіне салып, вареникенің үстіне бірінші тұздықты құйып, одан кейін еттерді салып, байқасаңыздар картошкасын пісірмедім, себебі вареникенің ішінде картошка болғандықтан өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздерде жасап көруге кеңес етемін. Ертеңіне сорпасын бөлек, немесе сорпаның ішіне салып жылтпа қылып жесеңіздер де болады. Кейбір өңірлерде осылай вареникемен негізі бешбармақты ұсынады екен. Мен бірінші рет жасауым, ал сіз жасап көрдіңіз бе? Және де парақшама тіркеліп қойсаңыздар болады. Қазақ тілді каналды қолдап қойыңыздар. Алдын ала рахмет, жасап көріңіз, ас болсын.